Достар, сәлем. Бүгінгі видеода екі смартфон туралы айтылады. Ол Pura 70 және Pura 70 Pro. Pura 70 Ultra қайда десеңдер, мен сіздерге айтайын. Ол неге Pura 70 Ultra жоқ десеңдер, мен сіздерге түсіндіріп айтайын. Мәселе бағада. Мысалы қараңдар, Pura 70 бағасы 300 мың теңгеге жақын. Pura 70 Pro'ның бағасы 400 мың теңгеге жақын. Ал Pura 70 Ultra'ның бағасы 550 мың теңге. Ол неге олай қымбат, мен сіздерге айта алмаймын. Өйткені өзім түсінбедім. Видеоның ортасында Pura Ultra мен салыстырамын, бірақ ол туралы әңгіме болмайды. Сонымен кеттік па? Осы уақытқа дейін Huawei смартфондар туралы айтқан кезде бәрі шошитын. Ода Google сервис жоқ деп. Естеріңізге түсірейін, 2020 жылдан бастап Huawei смартфондарында Google сервис болмады. Яғни YouTube-қа сіз оңайлықпен кіре алмайсыз. Жаңағыдай көптеген программалар істемейтін, көптеген жаңағыдай программалар жаман жұмыс істейтін көп адам байқалмайды. Бірақ сол санкцияның арқасында Google-дың күші керемет екен сонда ғана байқалды. Яғни Huawei-дің смартфондары мықты, әдемі, жақсы, бірақ сол Google сервистері жоқ болғандықтан өте кемшіліктер көп екен байқалды. Видеоның басында айта кетейін, мына Huawei Pura неге аталады? Өйткені олар үлкен қадам жасады. Google сервистерін максималды түрде қосты. Максималды түрде. Бұл видеода сіздерге көрсетемін. Бұл смартфондарда Google сервистер бар, Google дискта бар, YouTube бар. Не керек? Бәрі оңайлықпен қосылады. Мысалы, бұрын Gbox деген программа болған, Gspace деген программа болған. Ол ішіне кіресізде, соның ішінде мысалы YouTube бәрі бөлек папкада болатын. Қазір тікелей YouTube-қа кіресіз, тікелей қолданасыз, лайк болсын, комментарий болсын жазасыздар, және шығып кетесіздер деп па. Pura 70 және Pura 70 Pro-ның диагоналдері әртүрлі. Мысалы, Pura 70 6-да 6 дюйм, Pura 70 Pro 6-да 8 дюйм. Экран жаңару жиілігі 1-ден 20-ға дейін ол динамикалық деп есептеледі, немесе максималды 120 қоюға болады, немесе қатықпаған 60 қоюға болады. Енді қараңыздар, 120-ны қойсаңыздар ол өте жақсы, бірақ аккумуляторды отырады. 60-ты қойсаңыз ол аккумулятор көпке шыдайды, ал маған динамикалық ұнайды, ол керек кезде 120 көрсетеді, керек кезде 1-дің өзін көрсетіп қояды. Яғни аккумуляторды үнемдейді. Пиксель жағынан да керемет, 1260-та 2844 пиксель экрандары. Экран қаттылығы Kunlun 2, яғни оңайлықпен сынбайды. Оны офиста, немесе мектепте, немесе кафельге құлатсаңыздар сынбайды. Және маған ұнайтыны ол суға шыдамдылығы. IP68, бассейнден түссеңіздер болады, суға құлатып алсаңыздар болады. Ештеңеден қорықпайды. Артқы жағы шыны, ал жақтауы темір. Pura 70 пен Pura 70 Pro-ның аккумуляторы айырмашылығы өте аз. Мысалы, 4900 ол Pura 70-те, 5050 ол Pura 70 Pro-да. Бірақ қорабында адаптері бар. Pura 70 Pro-да 100 ваттық, ал Pura 70-те 66 ваттық. Яғни 100 ваттық әлде қайда тез зарядтайды. Смартфонның ең қызығына келдік, ол әрине камерасы. Негізгі камерасы екеуінде де 50 мегапиксель, өте жақсы суретке түсіреді, бірақ айырмашылығы тыңдаңдар, Pura 70-те 5x, ал Pura 70 Pro-да 3.5x, ол оптикалық зум. Яғни 5x-ке жақындатсаңыз, суреттің сапасы бұзылмайды. Екеуі де 4К етіп түсіре алады. Екеуінде де 3 камера, негізгі камерасы 50 мегапиксель, жаңа айтқандай, ал Pura 70 Pro-да телефото, яғни жақындатқышы 48 мегапиксель болса, ал Pura 70-те 12 мегапиксель. Кең бұрышты камераның қатты айырмашылығы жоқ, 13 мегапиксель екеуінде де. Селфи камерасы да жақсы түсіреді, 13 мегапиксель екеуінде. Және бұл смартфонның маған қатты ұнағаны ол түнде түсіргені. Өте жақсы түсіреді. Мысалы, сол баяғы iPhone-мен салыстырсаңыздар, iPhone аша алмаған қараңғыны Pura 70-тің өзі ашып берді. Еске түсірейін, бағалары екесе арзандау. Ал енді бәрі жамандайтын процессорына келдік. Бұл смартфонның бәріне ұнамады, өйткені бұл смартфонның процессоры өзінің Huawei-дің процессоры Kirin 9010. Ең қызығы тыңдаңдар, Pura 70 Pro-да Kirin 9010. Және ең қызығы Pura 70 Ultra-да процессор Kirin 9010. Қызығы, сонда процессоры 3 смартфондыкіде бірдей.
кез келген ойынды көтереді, бірақ көбісі оған үйренбегеннен кейін жаман дейді. Өйткені көбісі Snapdragonға үйреніп алған, бірақ Snapdragonның да минустары бар, ол қатты қызады. Бұл смартфон қатты қызады деп айта алмаймын, бірақ ойынның графикасына байланысты. Егер ойын күрделі болса, графикасы максималды болса, бұл да қызады. Бірақ шын айтсам, бұл смартфонды алатындар ойын ойнамайтын сияқты. Geekbench арқылы тексердім, қараңыздар, бір ядралы жұмыста, бір ядралы тестте 885 ұпай көрсетті, ал көп ядралы тестте 3299 ұпай жинады. Ол былай, мысалы, басқа смартфонмен салыстыратын болсақ, Snapdragon 870-тен де артық десе болады. Throttling тестпен тексердім, Throttling тестпен әдейі 3 рет тексердім. Жалпы 80-нен төмен түспеді. Сонымен қорытындылайтын болсақ, осы уақытқа дейін мен Huawei смартфондарын ал деп ешкімге ұсынбайтын. Естеріңізде 2020 жылға дейін. Өйткені Google Play жоқ болса, өте қатты қиналасыңдар. Мысалы, мен смартфондарды жақсы білемін және өзімнің проблемаларымды шеше аламын. Керек кезде не қалай орнататынын білемін. Ал мысалы, оны білмейтіндер де көп, қиналатындар да көп. Сол үшін осы смартфонды ал, камерасы жақсы болса да, осы смартфон жақсы деп айта алмайтынмын. Енді осы Pura деген айтып отырмын ғой, үлкен қадам жасады. Енді Google Play ішінде бар. Мен өзім мысалы фотоға түсірген кезде, жаңағы осы Pura 70-пен, Pura 70 Pro-мен фотоға түсірген кезде Google дискқа жіберемін и басқа жаңағы немесе ноутбуктан, немесе басқа телефоннан ала аламын сол дисктан. Яғни Google сервистер жұмыс істейді. Бағана көрсеттім, YouTube-та жұмыс істейді. Енді алуға болады. Алып көріңдер, өкінбейсіңдер. Мүмкін камерасына ғашық болып, әлі рахмет айтатын шығарсыңдар. Сенде бұл смартфонға қандай сұрақтар қалды? Комментарийге жаз.